Баршаңызға сәлем, есімім Назира, каналыма қош келдіңіз. Бүгін етті үй жағдайында еттен тушенка жасаудың рецептісімен бөлісемін сізбен. Өте керемет дәмді рецепт. Кәдімгі магазиндегі тушенканы үй жағдайында осылай химикаттарсыз, ешқандай қоспасыз үйде пісіру рецептісімен бөлісемін. Видеомды соңына дейін қарап, менімен бірге осылай жасап көріңіз. Енді мендегі сиырдың еті, сиырдың қара кесек етін алдым. Сосын жаңағы майлы еттен де кішкене қосып жіберейін деп шештім. Енді осы етімді онша майда қылмай, орташа үлкендікте кесіп турап дайындап аламын бәрін. Каналыма тіркеліп, лайк басып, видеом ұнаған болса, достарыңызбен бөлісіп қойыңыз. Мінекей осылай етімді турап алдым. Ой пікіріңізді комментарий бөлімінде қалдырып қойыңыз. Енді бағанағы майлы етімді тураймын. Мендегі бұл сиырдың қабырғасы, осының майлы жерін кесіп аламын да, жаңағы еттің үстіне қосамын. Сосын жақсылап тұрып, жуып, тазалап, үстіне бір шай қасық қара бұрыш, бір шай қасық кориандр, бір шай қасық маги на косточке приправасын қосып жібердім, кішкене дәмі шықсын, әдемі болып деп. Енді мен етке тұз қоспаймын, өйткені бұл етім тұздалған. Егер сіздің етіңіз тұздалмаған болса, дәміне қарай тұз қосуға болады. Енді осы дайындап алған еттерімді осы 2 банкіге бөліп саламын. Өте күшті, керемет дәмді болып шығады екен. Осылай пісіріп, етіңізді дайындап, холодильникке салып қойсаңыз да, тамақ істеген кезде жылдамдатып осы етті қосып жіберіп, тамақ дайындап жіберсеңіз де болады. Енді үстіне лавр жапырағын, горошек қара бұрыш, сосын чеснок. 1 банкіге 1 бөлік чеснок қостым. Енді үстін осындай алюминиевый фольгамен бетін жауып банканың, кастрюльге салып, кастрюльге су құйып, плитада бір қайнатып алам. Қайнағаннан кейін астын пәсейтіп, баяу отта 4 сағат қайнатып пісіріп аламын. Осылай жасап көріңіз, міндетті түрде өте дәмді болып шығады. Тура магазиндегі тушенка сияқты болып шығады ғой. Бірақ бұның ішіндегі ингредиенттер таза ингредиенттер, өзіңіз қолдан жасағаннан кейін бұл жерге химикаттар қосылмайды. Мінекей осылай пісіп шықты менің етім. Енді бұл етке кез келген гарнир жасасаңыз болады. Картофельный пюре, макарон, күріш, гречка, вермишель. Көп қой гарнирдің түрлері. Асыңыз дәмді болсын, сау болыңыз.